текущие проблемы, которые существуют на предприятии, условно начиная там очистки жадных вод, там, я не знаю, проблемы вентиляции, проблемы экологии, проблемы шлаков, там, очистки и так далее. Мы эти темы все собрали, но так как это уже не первый хакатон, по ним уже есть готовые научные команды, и мы, похоже, предоставим по каждой проблеме готовую команду. Вы с ними свяжетесь, они с вами свяжутся, и они начнут предлагать свои решения. Эта линия уже известна, и мы решили таким образом делать. Теміртау қаласының Қарағанды индустриялық университетінде ғылым мен өндірісті біріктіру атты ауқымды ғылыми инновациялық хакатон өтті. Ғалымдар, өнеркәсіп өкілдері мен басқарушылар тау-кен металлургия саласының, әсіресе Қармет зауытының өзекті мәселелеріне инновациялық шешімдер әзірлеу үшін жиналды. Іс-шара Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігінің қолдауымен ұйымдастырылды. По поручению главы государства Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша біз енді ғылымды ірі өнеркәсіптік кәсіпорындардың қажеттілігіне бағыттап жатырмыз. Басты міндет ғылыми ұжымдардың, ғылыми зерттеу институттарының және жоғары оқу орындарының күшін ірі кәсіпорындармен біріктіріп, ғалымдарымыздың қайта ойлауды немесе қосымша құндылықты талап ететін жақсартулары мен технологиялық аспектілерін анықтау. Бұл қалай жүзеге асады? Біз барлық ірі бейінді институттар мен жоғары оқу орындарын нақты кәсіпорындарға алып келеміз. Бүгін бізде бұл еліміздің ең ірі кәсіпорны Қармет. Барлық негізгі технологиялық процестердің цехтық зерттеуі жүргізілуде. Әр цех, әр технологиялық тізбекті біздің ғалымдар өндіріс өнеркәсіпшілермен бірге өтеді және университет базасына арнайы дайындалған мамандардың көмегімен қосымша қаржыландыру мен ғалымдардың қатысуын қажет ететін тақырыптар қалыптаса бастайды. По каждой технологической цепочке. Хакатон барысында қатысушылар Қармет компаниясының облыстың негізгі өнеркәсіптік кәсіпорындарының даму перспективалары мен бағыттарын талқылады. Бұл кәсіпорын Қарағанды облысының өнеркәсіптік өндірісінің шамамен 30%-ын құрайды. Іс-шараның міндеттерінің ішінде өндіріс тиімділігін арттыруға арналған инновациялар әзірлеу, жоғары оқу орындарының бизнеспен ынтымақтастығын перспективаларын қарастыру, сондай-ақ ғылыми әзірлемелерді коммерцияландыру бар. Наш Қармет это Біздің Қармет бұл біздің стратегиялық серіктесіміз. Университетіміз онымен 60 жылдан астам уақыттан бері ынтымақтастықта жұмыс істейді. Негізінен бізді студенттер сол жаққа жұмысқа орналасады. Биыл жаңа білім беру бағдарламасы индустриялық PhD докторантура ашылды. Сол бағдарламаға Қармет қызметкерлері оқуға түсті. Сотрудники АО Қармет. Облыс әкімі өңірдің өнеркәсіптік секторын дамыту маңыздылығын атап өтті. 2025 жылдан бастап 200 миллиард теңгеден астам сомаға жаңа инвестициялық жобаларды іске асыру жариялануда. Қармет біздің облыс өңірінің 30%-ын құрайды. Біз үшін комбинаттың дамуы және оның ғылымға қатысуы маңызды. Келесі жылдан бастап облысымызда бірнеше ірі жобалар жүзеге асырылады. Бұл 200 миллиард теңгеден астам сомаға 11 жоба. Бұл жалпы облыс бойынша, оның ішінде жаңа инновациялық кәсіпорындарда бар. Егер ғылым қатысатын болса, біз оны құптаймыз және қолдаймыз. Хакатон бағдарламасы 3 күнге есептелген болатын. Оның аясында металлургия саласының өзекті мәселелеріне арналған дөңгелек үстелдер өткізілді. Бағдарлама шеңберінде қатысушылар Қармет өндірістік алаңына барып, нақты өндірістік процестермен танысуға мүмкіндік алды. Тоғжан Сағымбекова, Игорь Евстигнеев, Теміртау жаңалықтары.